Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Баян 54 жасқа келгенде алғаш рет айнаға ұзақ қарады. Әдетте ол айна алдында көп тұрмайтын. Таңертең шашын жинап, бетіне жеңіл крем жағып, асығыс шығып кететін. Өмірі солай өтті, асығыспен, өзіне уақыт таппай. Бірақ бүгін басқа күн еді. Айнадағы әйел жас қыз емес. Бетінде әжім бар. Шашының арасында ақ талдар амық көрінеді. Бірақ көзінде әлі сөнбеген бір үміт тұр. Кеш емес пе? Деді о баяу ғана өзіне. Бұл сұрақты оған соңғы 20 жылда қанша адам қойды десеңші? Әлі тұрмысқа шықпадың ба? Енді қайдағы күйеу? Кәрі қыз болып өтесің ғой. Алғашында ауыр киетін, кейін үйреніп кетті. Тіпті кейде күліп жауап беретін болды. Бірақ ішіндегі бір нәрсе ешқашан үйренбеді. Баян жастайынан басқа өмір сүрді. Әкесі ерте қайтыс болды. Үйде шешесімен 3 інісі қашалды. Сол кезде Баян небәрі 19 жаста еді. Сол күні-ақ ол қыз болуды тоқтатты. Ол әпке болды. Ол әке болды. Ол тірек болды. Жұмыс істеді. Оқуын сырттай жалғастырды. Інілерін оқытты, үйлендірді. Әр қайсысын аяқтан тұрғызды. Ал өзі ше? Өзіне кезек ешқашан жетпеді. Бір кезде оның да сүйген адам болды. Ерлан. Ол кезде Баян 27 деді. Әдемі, үмітке толы, жүрегі сенгіш кезі. Ерлан оған үйленем деп уәде берді. Баян сенді. 2 жыл күтті. Бірақ бір күні Ерлан басқа қызға үйленіп кеткенін естіді. Себебін де сұрамады. Сол күні Баян бір нәрсені түсінді. Кейбір адамдар уәде беру үшін ғана келеді екен. Сол күннен кейін ол ешкімге жүрегін ашпады. Жылдар өте берді. Інілері бөлек шықты. Анасы да дүниеден өтті. Үй босап қалды. Тыныштық. Бірақ бұл тыныштық жалғыздық еді. Кешкісін жұмыстан келгенде ешкім қарсы алмайды. Ас дайындаса бір адамға ғана. Ауырып қалса өзі дәрі ішеді. Сол кезде ғана Баян алғаш рет шын қорықты. Мен шынымен жалғыз қалдым ба? Көктемнің бір күні еді. Баян әдеттелге базарға шыққан. Қолында ауыр сөмке. Әдетте өзі көтере береді. Ешкімнен көмек сұрамайды. Сол кезде бір ер адам жақындады. Рұқсат болса көмектесейін, деді жай ғана. Баян алғашында бас тартпақ болды. Жоқ, өзім. Бірақ ер адам сөмкені жай ғана алып қойды. Мен де осы жаққа барам, деді күлімсіреп. Олар бірге жүрді. Жол бойы сөйлеспеді. Бірақ біртүрлі ыңғайсыз да емес еді. Үйінің алдына келгенде ғана Баян тоқтады. Рахмет, деді қысқа ғана. Атыңыз кім? Деді ер адам. Баян сәл кідірді. Баян. Мен Серік. Ол кетіп қалды. Бірақ сол күннен кейін бір нәрсе өзгерді. Келесі аптада Баян тағы базарға барды. Бұл жолы оны біреу күтіп тұрғандай сезім болды. Және расында да Серік сол жерде еді. Тағы да ауыр сөмке ме? Деп күлді ол. Баян да еріксіз жымиды. Сол күннен бастап олар жиі кездесе бастады. Кофе ішті, сөйлесті, күлді. Баян көп жылдан кейін алғаш рет өзін әйел ретінде сезінді. Бір күні Серік ашық айтты. Баян, мен жалғызбын, сен де жалғызсың. Уақыт өтіп жатыр. Қалған өмірді бірге өткізсе қалай қарайсың? Баян үндемеді. Жүрегі қатты соғып тұрды. Мен ойланып көруім керек, деді ақырын. Сол түні ол ұйықтай алмады. 54 жыл өмірі көз алдынан өтті. Жалғыздық, күтулер, өткен өкініштер және соңғы мүмкіндік. 3 ай өтті. Серік асықтырмады. Бірақ кетіп те қалмады. Сол тұрақтылық Баянды сендірді. Бір күні кешке Баян өзі айтты. Мен келсем. Серік алғаш рет қатты қуанды. Өкінбейсіз бе? Деді ол. Баян күлімсіреп. Өкінсем де кеш болмайды. Өмір бойы өкінгеннен жақсы. Бір аптадан кейін тойдың күні белгіленді. Хабар бүкіл туысқа тарады. Және күткендей сөздер де басталды. Осы жаста ма? Бір нәрсе бар ғой. Ақша үшін шығар. Баян бәрін естіді. Бірақ бұл жолы үндемеді. Себебі ол алғаш рет бір шешімді өзі үшін қабылдаған еді. Тойға дайындық басталды. Ал Баянның ішінде қуанышпен бірге белгісіз бір қорқыныш та өсіп келе жатты.
бұл жолды алдан қалмайын ба? Тойға бір ай қалғанда Баянның үйі адамға толды. Туыстар, көршілер, құдалыққа дайындық. Үй іші бұрынғы тыныштықтан мүлде өзгеріп кеткен. Бірі перде таңдайды, бірі көйлек туралы айтады, бірі мәзірді талқылайды. Баян, ақ көйлек киесің өзі? Осы жаста ұзын фата ұят емес пе? Қарапайымдау қылсаңшы. Сөз көп. Кейбірі ашық айтылады, кейбірі сыбырмен. Баян бәрін естиді, бірақ сырттай сабырлы. Ішінде ғана бір түрлі ауыр сезім бар. Серік күн сайын хабарласып тұрады. Қалайсың? Шаршап жүрсің ғой. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Оның дауысы тыныштандырады. Бірақ соңғы күндері бір нәрсе өзгергендей. Кейде телефонды кеш көтереді, кейде қысқа жауап береді, кейде кейін сөйлесем деп қоя салады. Баян алғашында мән бермеді. Жұмысы бар шығар, бірақ жүрек алдамайды. Бір күні кешке Баян дүкеннен қайтып келе жатқан. Көрші әйел Зәмзәгүл жолын кесті. Ол әрқашан бәрін білетін, бәрін бірінші еститін адам еді. Баян, сенімен бірдеңе сөйлесуің керек, деді ол сыбырлап. Баян тоқтады. Не болды? Зәмзәгүл жан-жағына қарап алды да жақындап. Сенің күйеуің Серік туралы бірдеңе естідім. Баянның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Не? Ол бұрында үйленген, тек ажыраспаған сияқты. Не айтып тұрсың? Мен өз көзіммен көрген жоқпын, бірақ адамдар айтып жүр. Бір әйелмен әлі байланысы бар дейді. Баян үндемей қалды. Құлағына басқа ештеңе кірмей қалды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Серікпен сөйлескен әр сәт есіне түсті. Оның көзқарасы, сөздері, уәдесі. Мен жалғызбын деген еді ғой. Егер бұл өтірік болса ше? Баян төсекте отырып қалды. Жоқ, ол ондай емес. Бірақ күдік кірсе, шығуы қиын. Келесі күні Баян Серікке өзі хабарласты. Кездесейік. Даусы бұрынғыдай емес, салқын. Серік бірден келісті. Олар шағын кафеде кездесті. Бұрын бұл жер екеуіне жылы көрінетін, бүгін суық. Серік күлімсіреп келді. Қалайсың, Баян? Баян бірден сұрады. Сен маған бәрін айттың ба? Серік таң қалды. Қандай мағынада? Бұрынғы өмірін туралы. Серік сәл кідірді. Сол кідіріс Баянға бәрін айтып тұрғандай болды. Айт, сен ажырасқансың ба нақты? Бірнеше секунд үнсіздік. Иә, ажырасқанмын, деді ол ақырын. Толық па? Серік көзін алып қашты. Қағаз жүзінде бәрі бітпеген. Баянның ішіне бір нәрсе суық болып түсті. Яғни, сен әлі ресми түрде басқа елдің күйеусің? Серік жауап бермеді. Бұл жауаптың өзі еді. Неге үндемедің? Деді Баянның даусы дірілдеп. Айтқым келді, бірақ қорықтым. Неден? Сені жоғалтып алам ба деп. Баян күліп жіберді. Бірақ бұл күлкіде қуаныш жоқ еді. Ал қазір жоғалтпайсың ба? Серік жақындады. Баян, тыңдашы. Біз бірге бола аламыз. Мен бәрін реттеймін. Тойдан кейін де болады. Тойдан кейін бе? Деді Баян қаттырақ. Кафедегі адамдар бұрылып қарады. Яғни мен біреудің күйеуіне тұрмысқа шығуым керек пе? Серік үндемеді. Баян орнынан тұрды. Қолдары дірілдеп тұр. Мен 54 жыл күттім, Серік. Мен өтірік емес, шындыққа лайықпын. Ол бұрылып кетті. Серік артынан. Баян, тоқта, мен бәрін шешем, деп айқайлады. Бірақ бұл жолы Баян тоқтамады. Үйге келген соң ол есікті жауып, қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Көзінен жас ақты. Бірақ бұл жолы ол тек жылап тұрған жоқ. Ол ашулы еді. Өзіне, оған, тағдырына. Тағы да сол ма? Сол түні ол бір шешім қабылдады. Тойға 3 апта қалса да, бәрін тоқтатуға дайын болды. Бірақ дәл сол сәтте телефон шыр етті. Серік. Баян ұзақ қарады. Жүрегі алма деді. Ақылы тыңда деді. Ақыры ол қоңырауды көтерді. Иә, даусы суық шықты. Телефонның ар жағында Серік демін әрең алып тұрды. Баян, тыңдашы, өтінем, мен бәрін түсіндірем. Айт. Иә, қағаз жүзінде ажырасу бітпеген. Бірақ біз ол әйелмен көптен бері бірге тұрмаймыз. Әркім өз өмірімен, тек құжат. Уақыт болмай жүр. Баян үнсіз тыңдады. Мен сені алдағым келген жоқ, тек кеш айтып қойдым. Кеш емес, өтірік болды, деді Баян қаттырақ. Серік бір сәт үнсіз қалды. Маған бір мүмкіндік бер. Мен бәрін заңды түрде бітіріп үлгерем, тойға дейін. Үлгермесең ше? Үлгерем. Баян көзін жұмды. Оның ішінде екі дауыс айқайлап жатты.
тоқтат, бұл соңғы мүмкіндік. Ұзақ үнсіздіктен кейін ол жай ғана соңғы рет сенем, деді. Сол күннен кейін бәрі бұрынғыдан да тез жүре бастады. Құжат, дайындық, қонақтар. Серік жиі жоғалып кетеді, бірақ әр келген сайын бәрі шешіліп жатыр, дейді. Баян сенгісі келеді. Себебі бұл жолы бас тартса, ол қайтадан жалғыздыққа қайтатынын біледі. Той күні де келді. Ақ көйлек ілулі тұр. Баян оны ұзақ қарап тұрды. 54 жасында алғаш рет қалыңдық көйлегі. Қолы дірілдеп көйлекті киді. Айнаға қарады. Алдында жас қыз емес, бірақ қадір бар, өмір көрген, бірақ сынбаған әйел тұр. Көзінен жас шықты. Мен де бақытқа лайықпын, деді ақырын. Зал адамға толы. Әуен, күлкі, құттықтаулар. Баян мен Серік ортада отыр. Сырттай бәрі әдемі, бірақ Баянның ішінде тыныштық жоқ. Серікке қарап қояды. Оның көзі бұрынғыдай емес сияқты, бірдеңе жасырғандай. Тостар басталды. Бірі тілек айтады, бірі мақтайды. Кеш болса да бақытты болыңдар. Ең бастысы махаббат. Баян күлімсіреп отыр. Бірақ дәл сол кезде арт жақтан бір әйелдің дауысы шықты. Қатты емес, бірақ бәріне естілердей. Осы жасқа дейін еркек көрмеген бе өзі? Зал бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Сосын сыбыр басталды. Кейбірі күліп жіберді, кейбірі басын шайқады. Баянның жүрегі бір сәтте құлап кеткендей болды. Құлағы шыңылдап кетті. Бүкіл зал оған қарап тұрғандай. Ол басын түсірді. Көзіне жас толды. Бірақ ол жыламады. Жыласа, бәрі жеңгендей болады. Баяу басын көтерді. Сол әйелге қарады. Көзінде ұят емес, күш бар еді. «Иә», деді анық дауыспен. Зал тағы тынышталды. «Көрмеген шығармын, бірақ мен ешқашан біреудің күйеуіне жармасқан емеспін». Зал гу ете қалды. Сөздің кімге бағытталғаны бәріне түсініктеді. Баян баяу Серікке қарады. «Ал сен ше?» деді жай ғана. Серік абдырап қалды. «Баян, қазір емес, қазір». Дауысы қатты шықты. «Айт, сен бостансың ба, жоқ па?» Зал тынышталып қалды. Барлығы күтіп отыр. Серік үнсіз. Бірнеше секунд мәңгілік сияқты өтті. «Мен», деді ол ақырын, бірақ сөйлемеді. Сол сәтте залдың есігі ашылды. Ішке бір әйел кірді. Жанында 2 жасөспірім бала. Барлығы бұрылып қарады. Әйел тікелей ортаға қарай жүрді. Көзі суық. «Жалғастыра беріңдер», деді ол мысқылмен. «Мен тек күйеуімді алып кетуге келдім». Зал жарылып кеткендей болды. Баянның қолы мұздап кетті. Жүрегі енді ауырмай да қалды. Себебі бәрі анық еді. Серік орнынан тұрды. «Сен не істеп жүрсің мұнда?» «Мен бе?» деді әйел күліп. «Мен сенің әлі заңды әйеліңмін, ал сен той жасап отырсың». Барлығы үнсіз. Баян баяу орнынан тұрды. Ақ көйлегі енді ауыр сияқты. Ол Серікке қарады. «Бітті», деді жай ғана. Залдағы шу, дауыстар, айқай. Бірақ Баян ештеңе естімеді. Той тарқамады. Ол быт-шыт болды. Біреулер шығып кетті. Біреулер сыбырлап тұр. Біреулер ашық қарап мазақ еткендей. Ал Баян залдың ортасында жалғыз тұрғандай сезінді өзін. Ақ көйлегі ауырлап кеткендей. Аяғы қозғала алмай тұр. Бір кезде ғана есін жинап, жай ғана есікке қарай жүрді. Ешкім тоқтатпады. Сыртта түн. Салқын ауа бетіне соққанда ғана Баян терең дем алды. «Бітті», деді өз-өзіне. Дауысы тыныш. Көзінде жас жоқ. Бұл жылап болған адамның емес, бәрін түсінген адамның күйі еді. Артынан дауыс шықты. «Баян, тоқта!» Серік. Ол жүгіріп шықты. «Тыңдашы, бәрін түсіндірем». Баян бұрылмады. «Енді не түсіндіресің? Мен ол әйелмен бірге тұрмаймын. Бұл тек формальды нәрсе». Баян жай ғана күліп жіберді. «Формальды ма?» деді баяу. Сосын бұрылып тік қарап. «Менің өмірім сен үшін формальды нәрсе ме еді?» Серік үндемеді. «Мен саған сендім», деді Баян. «Соңғы рет. Соңғы мүмкіндігімді бердім». Дауысы қатты шықпады, бірақ әр сөзі ауыр тиді. «Ал сен мені бүкіл елдің алдында масқара еттің». Серік жақындады. «Мен сені жақсы көрем». «Жоқ», деді Баян бірден. «Жақсы көретін адам өтірік айтпайды». Сол түні Баян жалғыз үйіне қайтты.
ақ көйлегін шешпестен диванға отыра кетті. Үй іші баяғыдай тыныш. Бірақ бұл жолы бұл тыныштық бұрынғыдан да ауыр. Бір кезде ғана орнынан тұрып, айна алдына барды. Өзіне қарады. Бетіндегі бояу ағылып кеткен. Көзінің айналасы қызарып кеткен. Бірақ ең қиыны, көзіндегі сенім жоғалған. Тағы да, деді ақырын. Сосын жайлап отырып қалды. Сол түні ол алғаш рет дауыстап жылады. Келесі күн одан да ауыр болды. Телефон тынымсыз соқты. Туыстар, көршілер, таныстар. Не болды? Рас па? Айттық қой. Әр сөз пышақ сияқты. Баян ешқайсына жауап бермеді. Телефонды өшіріп тастады. Бірнеше күн үйден шықпады. Тамақ ішкісі келмейді. Ешкіммен сөйлескісі келмейді. Тек ой. Неге мен? Неге тағы да? Мүмкін олар дұрыс айтқан шығар. Мүмкін менің бақытқа құқым жоқ шығар. Осы ой ең қауіптісі еді. Бір күні есік қағылды. Баян ашқысы келмеді. Бірақ қағу тоқтамады. Ақыры барып ашты. Есіктің алдында Зәмзәгүл тұр. Сол баяғы сөз таратқан көрші. Қолында пакет. Кірейін бе? Деді жай ғана. Баян үндемей жол берді. Екеуі ас үйде отыр. Бірнеше минут үнсіз өтті. Сосын Зәмзәгүл өзі бастады. Ренжіме маған. Баян басын көтерді. Мен саған сол күні айттым. Тоқтат деп емес, білсін деп айттым. Баян үнсіз. Сен жаман адам емессің, Баян, деді ол. Тек тым шыдамдысың, тым сенгішсің. Бұл сөз жүрекке тиді. Ал енді не істеймін? Деді Баян алғаш рет дауысын шығарып. Дауысы әлсіз. Зәмзәгүл бірден жауап бермеді. Сосын жай ғана өзіңді жина. Қалай? Бірінші рет өзіңді бірінші орынға қой. Сол сөз Баянның ішінде қалып қойды. Өзіңді бірінші орынға қою. Ол өмірінде ондай істеп көрмеген. Әрқашан біреу үшін өмір сүрді. Анасы үшін, інілері үшін. Енді бір еркек үшін. Ал өзіше. Кешке Баян қайтадан айна алдына келді. Ұзақ қарады. Бұл жолы басқа көзқараспен. Мен кіммін? Деді баяу. Біреудің алдан қалған әйелі ме? Сосын басын шайқады. Жоқ. Даусы қатайып шықты. Мен Баянның. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе өзгерді. Толық емес, бірақ басталды. Күйреу тоқтап, орнына ашу мен күш келе бастады. Дәл сол кезде телефон қайта қосылды. Бір хабарлама келді. Серік. Кешір, бірақ мен сені жоғалтқым келмейді. Кездесейік, соңғы рет. Баян экранға ұзақ қарады. Бұрынғы Баян бірден келісер еді. Серік жіберген хабарлама Баянның ойынан шықпай қойды. Соңғы рет кездесерік. Бұрын ол мұндай сөзден кейін бірден келісетін еді. Себебі ол жоғалтып алудан қорқатын. Ал қазір ол өз-өзін жоғалтудан қорқа бастады. Келесі күні Баян шешім қабылдады. Кездесемін, бірақ бұл жолы басқа ниетпен. Жауап алу үшін емес, жабу үшін. Олар бұрынғы кафеде кездесті. Сол үстел, сол орын. Бірақ бұрынғы сезім жоқ. Баян кіргенде Серік орнынан тұрды. Көзі шашаңқы. Келгеніңе рахмет. Баян жай ғана отырды. Айт. Дауысы сабырлы. Суық емес, бірақ жұмсақ та емес. Серік біраз үндемей отырды. Сосын бірден, мен қателестім. Білем. Мен сені жоғалтқым келмейді. Жоғалттың. Қысқа жауап. Нақты. Серік алға еңкейіп, бәрін түзетуге болады. Мен қазір заңды түрде ажырасуды бастап кеттім. Біраз уақыт керек болды. Баян басын шайқады. Мәселе қағазда емес. Онда неде? Баян тік қарады. Сен де. Серік түсінбей қалды. Сен басынан шындықты айтпадың. Қорықтым. Мен де қорықтым, деді Баян бірден. Бірақ мен өтірік айтпадым. Бір сәт үнсіздік. Баян сөзін жалғастырды. Сен мен емес, өзіңді ойладың. Жоқ. Иә. Даусы көтерілмеді, бірақ әр сөзі орнықты. Сен маған таңдау қалдырмадың. Шындықты білсем, мен мүмкін басқаша шешім қабылдар едім. Серік үнсіз қалды. Себебі бұл шындық еді. Баян, тағы бір мүмкіндік берші.
Бұл сөзді ол әлсіз дауыспен айтты. Баян алғаш рет жымиып қойды. Бірақ бұл мейірім емес. Бұл түсінген адамның жымиысы еді. Мен саған бердім, деді ол. Соңғы мүмкіндігімді бердім. Бұл енді өзіме керек. Серік не айтарын білмей қалды. Яғни, бәрі бітті ме? Баян бір сәт ойланып қалды. Сосын жай ғана, «Иә». Серік ауыр дем алды. Сен онсыз да жалғыз едің, тағы да жалғыз қаласың. Бұл сөз бұрынғы Баянды сындырар еді. Бірақ қазір Баян орнынан баяу тұрды. Серікке тік қарап, «Жалғыздық жаман емес», деді. «Өзіңді жоғалтқаннан жаман емес». Ол бұрылып кетті. Бұл жолы ешкім тоқтатпады. Ешкім айқайламады. Себебі бәрі айтылып болды. Көшеге шыққанда Баян терең дем алды. Күн ашық, ауа таза. Бір түрлі, жеңіл. Ішінде ауырсыны бар, бірақ бұрынғыдай жаншымайды. Себебі енді ол өзін сатпады. Үйге келген соң Баян айна алдына тағы тұрды. Бұл соңғы рет емес, бірақ ең маңызды сәттердің бірі. Өзіне қарады. Кеше ғана жылап тұрған әйел жоқ. Орнында басқа адам. «Мен жеткіліктімін», деді ол баяу. Бұл сөзді ол алғаш рет айтты. Және алғаш рет сенді. Келесі күндері өмір біртіндеп қалпына келе бастады. Телефонға жауап берді. Жұмысқа шықты. Адамдардың сөзі әлі бар. «Көрдің бе? Айттық қой». Бірақ бұл жолы олардың сөзі ішіне кірмеді. Бір күні баяғы тойдағы әйелді көрді. Сол ауыр сөз айтқан. Ол Баянға жақындап, «Ренжіме, мен жай айтып едім». Баян тыныш қарады. «Сіз өзіңізді көрсеткенсіз», деді. «Ал мен өзімді таптым». Бұл жаңа Баян еді. Күз келді. Жапырақтар сарғайып, біртіндеп жерге түсіп жатты. Баян терезе алдында отыр. Қолында ыстық шай. Үй іші баяғыдай тыныш. Бірақ бұл жолы бұл тыныштық жалғыздық емес. Бұл тыныштық ішкі. Тойдан кейін 3 ай өтті. Алғашқы апта қиын болды. Адамдардың сөзі тоқтамады. Байғұс, ұят болды. Сол жаста да тыныш жүрмей. Бұрын мұндай сөздер Баянды күйрететін, ал қазір ол тек тыңдап өткізіп жібереді. Себебі бір нәрсені түсінді. Адамдар әрқашан сөйлейді, бірақ сен өзіңді жоғалтпасаң, ештеңе жоғалтпайсың. Баян қайтадан өз өміріне оралды. Жұмыс, күнделікті тіршілік, бірақ бір айырмашылық бар. Бұл жолы ол тек өмір сүріп жүрген жоқ, ол сезініп жүр. Бір күні жұмыстан кейін ол өзіне сыйлық жасады. Кішкентай ғана киім дүкеніне кірді. Өмірінде алғаш рет өзіне ұнайтын нәрсені ғана таңдады. «Қымбат емес пе?» деген ой келді. Сосын өзі-өзіне жауап берді. «Мен лайықпын». Сол сәтте ол жеңіл жымиып қойды. Кейде кешке жалғыз отырып қалады. Сол кезде өткен өмірі есіне түседі. Әкесі, анасы, інілері, Ерлан, Серік, барлығы. Бірақ енді ол өткенді кінәламайды. Себебі әрбір ауыр сәт оны бүгінгі Баянға айналдырды. Күшті, сабырлы, өзін білетін. Бір күні көшеде кетіп бара жатқанда Серікті көрді. Қасында баяғы әйелі. Екеуі бірдеңені талқылап тұр. Баян тоқтамады, қарап та қоймады. Жай ғана өтіп кетті. Себебі оның ішінде ештеңе қалмаған еді. Не өкініш, не сағыныш. Тек бос орын. Ал бос орын жаңа нәрсеге орын. Сол күні кешке Баян терезе алдында отырды. Күн батып бара жатыр. Аспан қызғылт түске боялған. Ол терең дем алды және алғаш рет өзіне сұрақ қойды. Бақыт деген не? Бұрын ол үшін бақыт күйеу, отбасы, біреуге керек болу еді. Ал қазір? Бақыт өзіңмен тыныш болу, деді ол ақырын. Телефонға хабарлама келді. Белгісіз номер. Сәлеметсіз бе? Сізді кітапханада жиі көремін. Әңгімеңіз ұнайды. Кофе ішуге шақырсам қарсы емессіз бе? Баян экранға қарап қалды. Жүрегі сәл ғана қозғалды. Бірақ бұл бұрынғыдай үмітке жабысып қалған жүрек емес. Бұл сабырлы жүрек. Ол бірден жауап бермеді. Телефонды жай ғана қойды. Терезеге қарады. Күн толық батып бара жатыр. Баян жымиып қойды. Бұл жолы асықпаймын, деді. Ол орнынан тұрып шамды жақты. Үй іші жарыққа толды. Сол жарық оның ішінде де бар еді. Себебі Баян енді түсінді. Кешіккен бақыт, кеш келген бақыт емес. Ол дайын болған кезде келген бақыт.
ал кейде ең үлкен бақыт біреуді табу емес, өз өзіңді табу.